Шамамен бір айдан кейін біз нағыз музыка мерекесінің куәсі боламыз. Музон телеарнасының жыл сайын өтіп отыратын Евразиялық музыкалық марапаты басталмақ. Дәл осы шарада отандық шоу-бизнестегі ең дауысы зор, ең эпатажды, ең жарқын жұлдыздардың есімдері белгілі болады. Ал әзірге Музон Summer Party кешінде жаздың үздік клипі атағына таласқан EMA 2016-ның кей номинанттары жайлы сөз етпекпіз. Конкурсанттар тізіміне бірінші болып «Мақтан етем елімді» ролигімен Нури тобы жайғасты. Тәтті дауыс иелері жазғы кеште клиптің үздік идеясы номинациясында жеңіске жетті. Сірә дуэттің қазақи құндылықтарды дәріптейтін видео жұмысы әділқазылар мен интернет тұтынушылардың көңілінен шықса керек. Мақтан еттен тегімді, мақтан еттен елімді, пейіліне қазақтың тәңір берген жерімді. Айта кетерлігі, Диана мен Әйгерім биыл EMA 2016 марапатының үздік қыздар тобы атағына үміткер. Сәлем достар, біз Нури тобы. Егер бізді осы жылдың үздік қыздар тобы деп санасаңыздар, 27 санын 5708 номеріне жолдауларыңызды сұраймыз. Бізге сіздердің әр дауыстарыңыз қажет, бізге сіздердің қолдауларыңыз қажет, себебі сіздерсіз біз жоқпыз. Осы кеште Индира Елемес те бой көрсеткен болатын. Оның кейбір әріптестері, соның ішінде Дилназ Ахмадиеваның ойынша Мақпал Исабекова, Жанар Дуғалова және Камшат Жолдыбаева сияқты әншілердің қасында Индираға орын жоқ. Естеріңізге сала кетсек, жоғарыда аты аталған әртістер EMA 2016 марапатында үздік орындаушы номинациясы үшін сайысқа түспек. Индира Елеместің екінші орында неғып жүрген түсінсем бұйырмасын. Индира Елеместің жанкүйерлерін ренжіткім келмейді, бірақ Индираның өзін де, оның кім екенін де білмейді екенмін. Мен Дилназ Ахмадиевамын. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерімін. Ал оның кім екенін білмеймін. Теледидар көрсем де Индира Елемес дегенді танымаймын. Индира Дилназдың өзі туралы неге бұлай дегенін түсінбейді ал. Айтуынша ол күні түні тынбай еңбек етіп жүр, ендеше басқа әртістермен қатар тұруға әбден лайық. Дилназ Ахмадиеваның ол өзінің пікірі, өзінің ойы, өзінің көз қарасы, яғни өзінің сана сезімі деймін ғой. Әр қайсының өзінің көз қарасы, өзінің ойы болады, және де пікірі болады. Дұрыс па? Бұл жерде мен айтарым, адам әнші қаншалықты сахнада жүргені, қанша жылдар бойы сахнада жүргені маңызды емес, бұл жерде қаншама еңбек жасағаны. Сол себепті мен айтарым, 15-20 жылдап өнер жолында жүре береді, ар жақ бер жағында. Бірақ ол қалай еңбек етіп жатыр Қазақстан үшін. Мысалға алып қарасақ, Димаш Құдайбергенов, Жанар Дуғалова, олар да 2-3 жыл шықты ғой енді. Олар әлемге танытып жатыр біздің қазақ елін. Мәселе бұл жылда емес, мәселе бұл адамның еңбектенуінде. Яғни еңбекті бағалау керек. Енді ол кісінің олай айтқанын мен түсінбедім. Мен ешкімге қарсы емеспін, мен керісінше бәріне тек қана сәттілік тілеймін. Өнер жолында ешкіммен қарсылас болғым келмейді, бәрін сыйлаймын. Барлық әншілердің өз ерекше бір орындары бар халық үшін. Менің арманым, менің мақсатым халықтың қызы болу. Менің ең басты арманым ол халықтың қызы болу, себебі әншіні өсіретін де, өшіретін де ол халық. Әртіс халықтың сүйіспеншілігіне бөлену үшін барын салып жұмыс істеуге әзір. Ағымдағы жылы Индира Бақандай 14 ән жаздырып, оның жетеуіне бейнебаянда түсірген. Тіпті Қайрат Нұртаспен бірге Астана қаласында жеке концерт те өткізген. Индира мұнымен тоқтап қалмақ емес. Ғаламтор таңдауының жеңімпазы болдым. Былтыр мен ешқандай номинацияда болған жоқпын. Биыл мен бір емес 3 номинациядамын. Яғни үздік бейнебаян, үздік әнші және үздік ән. Мен өте қуаныштымын. Бұл да тыңдармандардың арқасы, тыңдармандардың қалауы, менің қалауым емес бұл. Мен өзім бұл номинацияларда болғанына сенген жоқпын, шыны керек. Енді мен шыққаныма 1,5 жыл болса да, 1 жылдың ішінде мен өте көп еңбек еттім. Менде ешқандай бір үзіліс болған жоқ. 1 жылда 7 бейнебаян, 14 ән шығардым. Қазіргі таңда менде дуэт жазылып жатыр.
бұйыртса дуэт те болады менде, 8-ші бейнебаян болады. Менің жұмысым тоқталып жатқан жоқ. Құдайға шүкір, менің жұмысым болып жатыр, өтіп жатыр. Мен халық үшін еңбегімді де, жұмысымды да көрсетуге әрқашанда дайынмын. Айтпақшы, Индира Елеместің еңбегі еш кетпеді. Музон Summer Party шарасында оның практикант ағай клипіндегі жұмысы жоғары бағаланып, Индира үздік әйел рөлі номинациясында жүлдеге ие болды. Практикант ағай келе салдыңыз, шулатып қыздарды жүріп алдыңыз. Практикант ағай келе салдыңыз, қыздардың жүрегін іліп алдыңыз. Ал биыл жыл жаңалығы атағына үміткер Түркис тобының сұлулары жазғы шарада үздік режиссерлік жұмыс номинациясында жеңіске жетті. Топтың нағыз жазға арналған түрлі қанық бояулардан тұратын Мамасының баласы атты клиптері жылдың үздік видеосы тізімінде 3-ші орынға табан тіреді. Айтар болсақ, бұл Girls Band'тің алғашқы жүлдесі. Мамасының баласы, өкпелеген түріме қарашы. Мен сенің жарың болып жаныңда, жүргенімді ойлашы. Осы байқаудың күміс жүлдесі және үздік ер рөлі атағы үшін Серік Гамзазады Ардағым атты лирикалық композицияға түсірілген видеоклипі үшін берілді. Әртістің емі 2016 шарасының негізгі номинацияларындағы жеңістен қол үзіп қалғанымен интернет таңдауы номинациясында үздік атануына әлі де мүмкіндік бар. Ардағым, арманым, айтшы енді сені қайдан табамын. Мұңданып, баяндым, сағыныштан өртеніп мен барамын. Басты жеңімпазға да келіп жеттік. Жаздың ең үздік клипі атағын Алау тобының Welcome to Kazakhstan атты клипі иеленді. Дәл осы ролик үздік операторлық жұмыс номинациясында да жеңіске жетті. Осының арқасында Boys Band керемет сыйлыққа ие болды, яғни енді олар келесі клиптерін тегін түсіретін болады. Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan, осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәріңді, қазақ елі қарсы алған. Алау тобында басқа да жаңалықтар жетерлік. Жігіттер отандық телетоптаманың біріне саундтрек жазыпты. Осы жыл бізге өте табысты жаз болды. Енді айта берсек көп негізі. Көптеген концерттерге қатыстық, жаңағы көптеген жерлерге қатысып, өз өнерімізді көрсеттік. Алдында бізден күтетіндеріңіз ол біздің көптеген күткен баяу әніміз, ол отандық арнада телесериалдың саундтрекі болады. Сондықтан қалып қалмаңыздар, күтіңіздер. Екінші тағы да бір әнімізді жазғалы жатырмыз, бірақ оған кішкене құпияда. Оны кішкене жасыра тұрайық, ол құпия болсын. Бүгін аты аталған жұлдыздардың емі 2016 марапатында да бақтары жанама. Әлде жеңіс басқаларға бұйырама. Ол жайлы жақын арада білетін боламыз. Ал әзірге сүйікті фавориттеріңе қолдау білдіріп, олар үшін дауыс беруді ұмытпа. Қатысушылардың нөмірі жазылған SMS хабарламаларды 5708-ге жолда. Көп ұзамай, нағыз таңғажайып шоудың куәсі боласың.